Саламатсыздар ма балалар? Отырыңыздар. Қалдеріңіз қалай? Бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеймін. Дайынсыңдар ма? Сабағымызды бастайық. Бүгін кім кезекші? Аяна. Бүгін кім жоқ сабақта? Бүгін бізде сабақта Тілек Әлихан және Қажы Әлихан. Себептері қандай? Қажы Әлихан ауырып жатыр, Тілек Әлихан жарыс. Жақсы. Кезекші оқушы Аяна, рахмет, отыра ғой. Так, оқушылар, енді бүгін ең бірінші біз топқа бөлініп алайық. Тарси әдісі бойынша екі топқа бөлінеміз. Бірінші топ Mozilla, екінші топ Chrome. Алдымызда бөліктелген қағаздар тұр. Соны таңдап, құрастырайық. Келе қойыңдар оқушылар, таңдап алайық қағаздарымызды. Ар жақ шетін дейтін, Аяна алады. Шнурды баспаңдар. Так, енді ортаға сөйлей берейін ба? Так, без звука қойыңдар телефондан. Сөйлеп берейін ба? Так, оқушылар, алдарыңызда алған қағаздарыңызды құрастырайық. Қандай шығады? Бір-бірімізбен қарайық. Екі топ, екі түрлі браузер. Бірінші топ Chrome, екінші топ Mozilla. Ал так, бірінші топ Mozilla да, екінші топ оқушылар, бірінші топ Mozilla да, ортаға қоя қойыңдар, екінші топ Chrome. Ортаға қоя қойыңдар, көрсетіп қоятындай ал. Рахмет көп. Ал оқушылар жарайсыңдар, екі топқа бөліндік. Енді бағалау үшін робот әдісі арқылы бағалайтын боламын. Роботтың алдында қалташасы бар. Бір батарейкадан сендерге беріп отырам. Әр тапсырма сайын қуаттайсыздар роботтарыңды. Ең соңында бағалар кезде әр оқушының роботын санап, күнделік KZ-қа бағалайтын боламын. Енді оқушылар өткен тақырыбымызды пысықтау үшін 1 секунд әдісі арқылы Kahoot бағдарламасын ұялы телефондарымыздан қосайық. Оқушылар, аштым өзде қаріптің өлшемін түсі мен түрін белгілеу тақырыбы бойынша YouTube қосымшасы арқылы видео түсіретін боламын. Дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML-де қаріптің өлшемін, түсі мен түрін белгілеу. Фон тегінің атрибуттарымен танысайық. Мұндағы бізде color мәтіннің түсін, size мәтіннің өлшемін,
Face қаріптің түрін анықтауға көмектеседі. Ал енді осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Size тегінің жазылу ережелеріне тоқталатын болсақ, мұндағы font size тең тырнақшаның ішіндегі плюс I, мұндағы I кез келген 1 мен 7 аралығындағы сандар, яғни бұл біздің әріпіміздің өлшемін көрсетеді. HTML-де мәтіннің түсін біздер 16-лық санау жүйесіндегі RGB мәнімен немесе түстің атауымен жазып көрсетсек болады. Яғни font color тегінің ішіне біздер түстің атын немесе 16-лық санау жүйесіндегі нөмірін жаза аламыз. Сонымен қатар body тегінің ішінде жазылған bg color ол бізде беттің түсін, ал текст әріптің түсін таңдауға көмектеседі. Енді face атрибутына тоқталатын болсақ, мұнда біз font face тегінің ішіне Arial немесе Times New Roman сияқты қаріптің түрлерін жазып, веб бетіміздің қарібін таңдай аламыз. Сонымен қатар base font тегі арқылы біз құжаттағы веб құжатымыздағы негізгі қаріпті таңдай аламыз. Бұл тектің аяқтаушы тегі жоқ, яғни бұның жұп тегі болмайды. Бүгінгі тақырып бойынша мысалды қарастыратын болсақ, бұл жерде веб бетіміздің түсі, әріптердің түстері, сонымен қатар қаріптің өлшемі мен қаріптің түрін қалай дұрыс жазу керек екені көрсетілген. Келесі екінші мысалда біздер 7 түрлі түстің атын тізім арқылы шығаруымыз қажет. Сәйкесінше түстер бір-біріне сәйкес келуі керек. Color атрибутының мәні ретінде біздер ағылшын тілінде жазылған түстердің атауын алдық. Соған сәйкес қазақша түстердің аты шығып тұр. Бүгінгі сабақта мәтіннің түсін, қаріптің өлшемі мен түрін таңдауды үйрендік. Бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Оқушылар, жаңағы видеоны мұқият қарасаңыздар, осы видео бойынша постер қорғайсыздар. Бірінші топ жас ораторлар, екінші топ жас суретшілер. Оқушылар, уақыт аяқталды. Қай топ дайын? Mozilla тобы дайын. Келе қойыңдар. Бүгін біз сабақта өткенде HTML-ді өттік. Бұл программаға біз көптеген мағлұматтар және олар көп енгізе аламыз. Бұны біз қайда орындаймыз? Блокнот арқылы орындаймыз. Оны біз ол жерде көп мәліметті біз қайдан аламыз деген сұрақта біз Google-да және YouTube-та белгіледік. Одан біз өзімізге керекті ақпараттарды және мол информацияларды біле аламыз. Бұл программаны біз қайда қолдана аламыз? Компьютер, ноутбук сынды электронды заттармен қолдана аламыз. HTML-дің программасы біз оны блокнотқа енгіземіз және де оның нәтижесін біз браузерден білеміз. Осыған байланысты барлық программаларды, барлық мәліметтерді осыған енгізе отырып, біз жас суретшілер болып бейнеледік. Оқушылар, Mozilla тобы жарайсыздар. Енді жас ораторлар тобы
Хром тобы келе қойыңыздар. Біздің тобымыздың аты Хром, және де біздер жас ораторлар болып, осы HTML бүгінгі өткен сабағымыздың қорытындысын жасадық. Яғни барлығына тоқтала кететін болсақ, біз бұл жерде size тегінің жазылу ережесі, size тегінің жазылу ережесі бойынша біздер font size, яғни жақшаның ішіндегі T, бұл мұндағы I дегеніміз 1-ден 7 аралығындағы сандар мәтіннің сәйкес өлшемін береді. Жалпы бұл фонт дегеніміз, бұл осы біздің size тегінің ең соңғы нүктесі болып табылады. Яғни осы біз фонт арқылы size тегін жабамыз. Жалпы бұл HTML сабағында біздер атрибут және де HTML деген мағына ұғымдармен танысқан болатынбыз. Атрибут дегеніміз бұл элемент туралы қосымша ақпарат беру үшін пайдаланатын сипаттама. Яғни барлық ақпараттарды сипаттайды. Ал HTML дегеніміздің өзі бұл интернеттегі құжаттарды белгілеудің стандартталған түрі болып саналады. Ал енді color дегеніміз, бұл color'дың да әрбір, яғни атрибуттардың өзін жазу ережесі бар. Ал color тегінің жазылу ережесі бұл HTML-де мәтіннің түсі 16-лық санды жүйесінің, яғни RGB ой, кестесің. RGB ой, қасқа. RGB деп аталады, яғни R дегеніміз red, яғни қызыл түсті береді, ал green дегеніміз жасыл түсті, blue дегеніміз көк түсті береді. Яғни осы арқылы біз мәтіндердің түс айырымын жазатын боламыз. Енді келесі бетіне тоқтала өтетін болсақ, келесі бетінде біздер фонт дегеніміз бар, яғни фонт color дегеніміз red пен белгіленеді. Бұл red дегеніміз қызыл, және де фонт деген жақша ішіне алып кодтарын жазамыз. Яғни бұл біздер жазып қойғанымыз ең алғашқы кодтары, осы HTML бағдарламасының. Фонт color дегеніміз, fo дегеніміз қызыл дегенмен аяқталады. Ал body дегеніміз бұл ішіндегі жазылған color бетінің түсін анықтайтын тіл болып табылады. Одан кейін бізде текст әріптермен осы HTML кодын жазатын боламыз. Одан кейін бізде face тегінің өзіндік ережесі бар. Face тегінің ережесі бұл тек қолданыстағы қаріпті анықтайды. Яғни қандай біз әріпті қолданып тұрмыз, соны анықтайтын болады. Ал келесі бізде font face, бұл Arial мұндағы Arial дегеніміз орнатылған қаріптің түрі болып табылады. Яғни қандай қаріп орнатылды, соны біздер осы белгімен белгілейміз. Келесі бізде баз фонт дегеніміз бар. Бұл құжаттағы негізгі қаріптің таңдау үшін қажет. Яғни қандай қаріпті таңдаймыз, қандай шрифтті таңдаймыз деген секілді. Одан кейінгі бұл тегінің аяқталуында жұп тегі жоқ. Яғни жұппен аяқталмайды. Келесі бізде фонт дегеніміздің атрибуттары бар. Атрибуттарын жаңағы келесі бетіне таныстырып өткен болатынбыз. Жалпы бізде үш мағына қолданылады: color, face және де size деген. Color дегеніміз мәтіннің түсін өзгертеміз, ал size деген батырма арқылы біз оның өлшемін өзгертеміз, ал face деген батырма арқылы біз қаріптің түрін анықтайтын боламыз. Осымен біздің постеріміз қорғалды. Жас ораторлар, Хром тобы жарайсыңдар, керемет қорғадыңыздар. Енді бірінші бізде қорғаған Mozilla тобы жас суретшілерді, Хром тобы жас ораторлар бағалап жіберіңіздер, біреуіңіз тұрып. Жас суретшілер тобы өздерінің постерлерін өте жақсы бейнелеп, өте жақсы түсіндірді. Өздерінің постерлерін лайықты деңгейде қорғауға қабілетті болды. Қандай баға берер едіңдер? Оларға 10 деген бағаны қоятын едім. Рахмет, отыра ғой. Енді келесі топ Mozilla, яғни біздердегі жас суретшілер, жас ораторларды, Хром тобын қалай бағалайсыздар? Тұрып бағалай ғой. Жас ораторлар тобы HTML туралы ақпаратты жақсы жасаған, түсіндіре білді, тапсырманы керемет орындап шықты. Қандай баға берер едіңдер? 10-нан 10 деген баға берер едім. Жарайсың, отыра ғой. Енді оқушылар, сендерді тағы да роботтарыңызды қуаттап отырыңыздар, бір-бірден батареяларды беріп шығайын. Мына жерде бір оқушы ойын ойнайды. Болды ғой да? Оқушылар жаңа тақырып бойынша мәтінді керемет меңгердік. Енді сол бүгінгі өткен жаңа тақырып бойынша практикалық тапсырмаларды орындайық. Тапсырма беремін. Бірінші қағазға жазып, сосын
барлығыңыз бір компьютерге енгізе қойыңыздар. Біреуіңіз компьютерге енгізіп жатсаңыздар, жазған кодтарыңызды тақтаға шығып, бормен жаза берілді. Алдарыңызға жұмыстарымызды бастайық. Қорытындысын көрсете қой. Жарайсыңдар. Дұрыс та? Жарайсыңдар. Хром тобы аяқтады. Екінші топтық жұмысты аяқтаған. Жарайсың. Екінші топта да шықты да, жарайсыңдар. Екінші топқа да батареяларымды берейін, роботтарыңды. Так. Роботтарымды қуаттап отырыңыздар. Оқушылар, топтық жұмысты аяқтадық. Енді әр қайсымыз жеке жұмысты орындайық. Так. Алағым. Жеке жұмысты орындап, дәптерлерімізге жазып, блокнотқа енгіземіз. Жаңағыдай тек жеке-жеке әр қайсымыз. Оқушылар, жеке жұмыс. Жеке-жеке орындаймыз. Так, уақыт берем. Дәптерлерімізге жазып түгел. Блокнот бағдарламасына енгізейік. Жеке жұмысты аяқтадық па оқушылар? Қайсы курста қойыңыздар? Жарайсыңдар. Так. Барлығымызда шықты, да? Жарайсыңдар. Так. Роботтарымызды қуаттап отырайық. Келесі топта да? Болды. Болды да, түсірмей қоясын бар ғали. Аяқтадық. Енді сергіту сәтіне келдік. Бізде де WordWall бағдарламасы бойынша сергіту сәтін бастайық. Бір-бірлеп келеміз, оқушылар. Бір-бірлеп келеміз, жалғас келе ғой. Жылдам. Алып келе. Кел. Жарайсың. Келесі. Келе ойынды, бір-бірлеп келе беріңдер. Тез-тез.
жаңа сабақты бекітеміз. Сан тылсым әдісі арқылы бекітеміз. Мұнда дейтін астында жасырылып тұрған сөздерді табайық. Сан арқылы 40 сөзінің бірінші әріпі, 6 сөзінің екінші әріпі біріншісін тездетіп шеша қойып, қандай сөз шығып тұр? Айта ғой. Аха, жарайсың. Отыра ғой. Екінші сөз. Екінші сөзді айт. Аха, тұра ғой. Аха, айта ғой. Екінші сөз өлшемі. Өлшемі, жарайсың, дұрыс та? Аха, үшіншісіне кім айтады? Аха, үшінші сөз жалғас айта ғой. Түс. Түс, жарайсыңдар. Төртінші. Тізім, жарайсыңдар да. Оқушылар енді Wordwall бағдарламасы бойынша Lesson Study әдісі арқылы өткен терминдерді 3 тілде айтамыз. Так, бірінші қандай сөз түседі екен? Қарайық. Нөмірленген тізім. Кім айтады? Нөмірленген тізім. Орысша нумерованный список, ағылшын number list. Аха, жарайсыңдар. Так, келесі. Так, фон. Аян айта ғой. Жарайсыңдар. Отыра ғой. Келесі түс. Аха, айта ғой. Цвет, color. Color, жарайсың. Так, келесі. Аха, назым айта ғой. Аха, жарайсың. Так, келесі. Қарып. Аян айта ғой. Қарып. Жарайсың. Аха. Белгіленген тізім. Аха. Белгіленген нөмір дегеніміз, яғни бұл манировный список и bullet list. Аха, жарайсыңдар. Оқушылар енді Anvers Garden қосымшасын ашайық. Бүгінгі сабақ қандай деңгейде өткендеріңізді комментарий арқылы қалдырыңыздар. Сіздерге сілтемесін WhatsApp желісіне жібердім. Сілтеме арқылы кіріп, сабақты бағалап жіберіңіздер. Сөйлейін бе? Сосын сөйлейін бе? Сабақ қалай өтті? Аха, қысқаша сөзбен жаза қойыңыздар. Аха, сабақ күшті өтті дейді. Жақсы. Тағы да оқушылар, барлығымыз түгел. Жарайсыңдар оқушылар. Барлығыңыз комментарий қалдырғансыңдар. Бүгінгі сабақ өз нәтижесіне жетті деп ойлаймын. Барлығы түсінікті әрі қызықты болған. Мұнда қаншалықты бірдей комментарий жазсаңдар, сол үлкейе береді. Түсінікті, барлығыңызға бірдей түсінікті әрі қызықты болған. Сабақ күшті деңгейде өтті. Жақсы, аштымыл, мықты, керемет деген баға бергенсіздер. Рахмет көп-көп. Роботымыздың ішіне жинаған батарейкаларымызды санайық, кімде нешеу болды, соған байланысты бағалайтын боламын. Аха. Жарайды. Так, 6 Назымға 10 балл, Бексұлтанға 10 балл да? 5. Так, ары қарай. Аха, Фархатта 6 10 балл, Алиханға 9 балл. Аха, Жалғасқа 9 балл да? Жанботада 10 балл. Оқушылар бәріміз бағаландық. Аха, енді үйге тапсырма осы параграфты оқуға және тақырыптың соңында бірінші, екінші сұраққа жазбаша жауап беру. Оқушылар көп-көп рахмет. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Бара қойыңдар.